Сәлем достар, видео басталмастан алдын каналымызға жазылып, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бұл адамның аты Кристоф Рихаге. Қазір оның жасы 30-да. Бұл Қытайдан Германияға жаяу қайтқан жалғыз адам. Бір жылдың ішінде 4500 километрді жүріп өткен. Оның қолында тек 2 аяқты арабасы және камерасы ғана болды. 4500 шақырымның ішінде шөлейттік және орманды алқаптар, сулы жерлер, соған қарамастан барлық жерден өтті. Ол Әзербайжан, Иран, Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан сияқты мемлекеттердің ішімен өтіп, жаяу Германияға жетті. Кристофтың жолында неше түрлі кедергілер болды. Таулар, жыртқыш жануарлар, жаңбыр, қар және қар көшкіндеріне де жолықты. Соған қарамастан жүрісті жалғастыра берді. Кристоф Қазақстаннан өткенде бір қазақ отбасыға жолықты. Солай бір қазақ отбасының үйінде қонақ болып қалды. Сол арқылы қазақтардың ұлттық тамағы етпенен де танысты үлгерді. Бұлай айтқанда қазақтар оған қатты ұнаған. Оның айтуы бойынша қазақтар өте кішіпейіл және мейірімді жандар деп айтып кеткен. Бұл жерде бірінші 4500 шақырым жүрмей тұрған кездегі суреті, ал екіншісі болса 4500 шақырымды аяқтағаннан кейінгі суреті. Егер осы видео ұнаған болса, лайктарыңыз басып арнаға жазылыңыздар.